осыдан 2-3 күн бұрын бір қызық оқиға болды. Қай бір күні ағамыз звондаған, жарыс халал ресторан ашыпсың, әдемі ауызашар өткізейін деп едім деп. Болды аға, ауызашар өткіземіз, келіңіз. Бір 2 күн қалған кезде жеңгемізді жіберіңіз, жеңшем кеп дастарханды көрсін, не керек емес, соны ақылдасайық дедім. Сөйтіп едім, ағам мақтанып қалды, жарыс үйде орамалы жоқтар шешеді ғой деп. Деп біртүрлі болып қалдым мен. Өз шешеді екен ғой деп сөйтіп. 2 күн қалған кезде жеңшем кеп тұр ғой. Ағам кән, ой, немене, ағаң дастарханға араласатын бет? Араласпайды ол, дастарханды мен шешем деді. Сөйтсем, жеңшем басына қарап қалдым енді, орамал жоқ қой. Сөйтсем, действительно орамал жоқтар шешеді екен ғой. Жеңшелерімізге орамал киіп жүріңіздер оразада.